Сәлем достар, сіздермен бүгін күшті күтірлеп шығатын сигара буректің рецептімен бөліскім келеді. Жасап сатуларыңызға, я болмаса отбасыларыңызға жасап берсеңіздер өте мол әрі тойымды болып шығады. 500 грамм картошка керек болады. Бізге жақсылап жуып тазалап пісіріп аламыз. Газымызде шамалы тұзын салып, картошкамыз пісіп жатқан уақытта сигара буректің қамырын дайындаймыз. 500 грамм ұнымызға 1 шай қасық тұзымызды саламыз. 20 грамм сұйық майымызды қосамыз. Бөлме температурасындағы тұрған 270 грамм жылы суымызды қосамыз. Шалқын су қосып жүрмеңіздер, болмайды. Қолымызбен жақсылап елеп аламыз. Қамырымыз өте жұп-жұмсақ, эластичный болып шығады. Негізінде мен сіздерге 1 килограммнан жасап көрсетуім керек еді. Қазір сізге жарты порциясын жасап көрсетіп жатырмын. Қамырымызды жарты сағатқа, я болмаса 1 сағатқа тұндыруға жібереміз. Картошкамыз дайын болды. Суын төгіп, жақсылап осылай езіп аламыз. Түйір қалмау керек, жақсылап еземіз. 40 грамм сары майымызды қосамыз. Орташа шай қасықпен қара бұрышымызды саламыз. Жақсылап араластырып былғаймыз. Ескерту: ысы күйінде картошкаларымызды сигара бурекке салып жүрмеңіздер, суытып барып салыңыздар, әйтпесе шикі болып шығады. Қамырымызды алдық. 30 минуттен кейін осылай 8 менде бөлік шықты. Әрқайсысын 100 граммнан бөліп алдым. Бір қамырым тек 90 грамм болып шықты, ештеме етпейді. 100 грамм ұнымызға осындай жүгері крахмалын қосамыз. 50 грамм картоп крахмалын қолданып жүрмеңіздер, болмайды. Жүгері крахмалы бізге күшті көмектеседі. Қазір күтірлеп шығады сигара буректеріміз. Осылай жақсылап бұлғап аламыз, араластырып дайындап. Қамырларымызды жаямыз. Жұп-жұқа болуы қажет. 45-50 сантиметрге дейін жаямыз. Әр жайған сайын қамырымызға жүгері крахмал қосылған ұнымызды араластырып себе беріңіздер, өйткені күшті болып шығады. Сонда қамырларымыз осылай жайып алдық. Қамырымызды 12 бөлікке бөліп шығамыз, рогаликтер бөлген сияқты осылай. Мен мына жерде 2 жаймасын сырмен жасап көрсеттім. Үйде бар сырды жасадым осылай. Шетін тек шамалы сулайсыздар, көп суламаңыздар. Картошкамен, еттің фаршымен жасауға да болады. Говяжий, я болмаса куриный фаршпен шамалы қуырып аласыздар. Өте қатты болмау керек. Мына жерде біздер картошкамен жасадық. 4 түрінен жасай берсеңіздер болады. Шетін шамалы сулайсыздар, өте көп сулап жүрмеңіздер, әйтпесе қамырларымыз сынып қалады. Осылай жасап болған сигара буректерімізді мұздатқышқа салып қатырып аламыз. Кез келген уақытта алып пісіре берсеңіздер болады. Үйлеріңізге жасап, отбасыларыңызға жасап осылай дайындап қойсаңыздар, кез келген уақытта пісіріп жасай берсеңіздер болады. Міне осылай кондитерлік дүкеннен осылай ыдыстарды алдым, кішкентай контейнерлер. Аузын жауып мұздатқышқа салып қоямыз. Қатырып. Шамалы сұйық май қосып, осылай сигара буректерімізді пісіріп аламыз, қызартып. Жасауларыңызға кеңес беремін, күшті болып шығады, мол әрі отбасыларыңыз тойып жейді. Дүкеннен сатып алғаннан гөрі осы сигара буректер мол шығады. Мен осы рецептімен жасаған астындағы описанияға жазып кетемін. Порцияларын жасап көріңіздер, ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар, ас болсын.